Жылдың басында нақты айтсақ, ақпан айының 21 күні Түркістан облысы полиция департаменті жанынан фронт-офис ашылған болатын. Содан бері Түркістан облысы полиция департаментіне келушілерді фронт-офис қызметкерлері, ақпараттық стендтер, теледидар және ғаламтор қарастырылған. Сондай-ақ заманауи жабдықтармен жабдықталған үлкен қолайлы залда қарсы алуда. Мұнда қызмет көрсететін мамандар тергеу және анықтау, әкімшілік тәжірибе, құжат айналымы, көші-қон қызметі, кадр саясаты, жалпы полиция қатысты барлық мәселе бойынша кеңес беріп, көмек көрсетуде. Оған қоса фронт-офисте айына бір рет Түркістан облысы полиция департаментінің бастығы полиция генерал-майоры Қайрат Дәлбеков қош келдіңіз акциясын өткізіп, азаматтарды жеке қабылдайды. Сондай-ақ Түркістан облысы полиция департаментіне қарасты аудан қалалық полиция бөлімдері жанынан 14 қалықтық кеңсе бой көтерді. Қазіргі таңда аталған фронт-офистерге Түркістан облысы бойынша 3000-ға жуық азамат келіп кеңес алған. Фронт-офис ғимаратында компьютерлер орталық базаға тіркелгендіктен көліктерге қатысты айыппұлдарды да көруге болады. Азаматтар кеңседе арыз шағымдарын қалдырып, істің жүргізілу барысын бақылай алады. Ең бастысы тұрғындарға кезек күтпей-ақ өз мәселелерін шешуге мүмкіндік бар. Өз кезегінде халыққа полицияның ашықтығын көрсететін орталық қызметін алған тұрғындар да алғыстарын білдіруде. Рахмет айтамын қызымызға. Алдында жаңағы дұрыс болмаған нәрсенің барлығын шешіп берді ғой қазір. Дұрыстап артына түсіп, әрбір нөміріне дейін дұрыстап айтып, сол қағазымызды қолымызға берді. Полиция департаменті жанынан құрылған фронт-офистер қоғаммен кері байланысты нығайтып, полицияның ашықтығын қамтамасыз етуде қарқынды жұмыс атқаруда. Фронт-офисте өтініш берушілер мен ақпарат алушылар, жалпы алғанда полиция қызметіне жүгінгісі келген, кез келген тұлғамен тікелей қарым-қатынас орнатылады. Полиция департаменті жанынан ашылған фронт-офис аптаның дүйсенбісі және жұма күндері таңғы сағат 9:00-ден кешкі 19:00-ге дейін жұмыс жасайды. Сондықтан құрметті Түркістан облысының тұрғындары, фронт-офистің есігі сіздер үшін әрдайым ашық.